Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ үлпілдек шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығатыны сөзсіз. Қажетті заттар: ұн, айран, жұмыртқа, сұйық май, тұз, қант және ас содасы. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, сода, тұз, қантты салып араластырып алатын боламыз. Үстіне айран және сұйық майды қосып тағы да араластыратын боламыз. Араласқан массамызда айран осылай көпіретін болады. Оның үстіне еліктен өткен ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр иіргейміз. Қамырымыз осылай қолымызға жабысқақ болады, өте көп ұн қосудың қажеті жоқ. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін көрсеңіздер, осындай жұмсақ, жабысқақ қамыр дайын болады. Енді осы қамырымызды 7 немесе 9 бөлікке бөлетін боламыз. Менде 9 бөлікке бөлінді, 9 шелпек шықты. Әрбір бөлікті ұнға ұнатып, осылай дөңгелектеп жаюға дайындап қоямыз. Шелпегіміз дайындап қойдық. Енді осының үстіне ұнды молына сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Және де майымыздың астын жағып қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға шелпекті салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осындай шариктер шығып, өте жұмсақ болып піседі шелпегіміз. Піскен шелпекті қағаз сүлгіге немесе осындай тарелканың үстіне салфетка қойып, майын сорғытып аламыз. Мінекей, біздің өте жұмсақ үлпілдек шелпегіміз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Ешқандай аштық қоспай, айранмен осындай жұмсақ әрі дәмді шелпек дайындаңыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.